Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Тау-Кен кәсіпорындардың құрылысы пәні бойынша бейне дәріске қош келдіңіздер. Дәрісті жүргізуші Әбілқас Сағынтаев атындағы Қарағанды техникалық университеті. Өткен 28-ші дәрісте 5-ші бөлім оқпанға шанақтарды өтудің технологиясының 4-ші тақырыпшасын тиеу шанағының өту технологиясын жетілдіруді қарастырдық. Бүгінгі 29-ші дәрісте 5-ші бөлім оқпанға шанақтар кешендерін жүргізудің технологиясын 5-ші тақырыпшасын ұқсатпалау тетінің кен үңгірлерін жүргізуді. Бұнда ұқсатпалау кен үңгірлерінің типтерін, ұқсатпалау тетігін кен үңгірлерін жүргізуді, кенді ұқсаттау кен үңгірін жүргізудің технологиясын жетілдіруді қарастырамыз. Ұқсатпалау тетігін кен үңгірлерін жүргізу. Бұндағы ұқсатпалау кен үңгірлерінің типтерін қарастыруға болады. Жанақтық жиынтықта, тоғысу объектісін қолдануда ұқсатпалау құрылғысының кен үңгірі өзінің өлшемдерінің үлкендігіне, конфигурациясының күрделілігіне және жұмыс горизонты деңгейінің төмен орналасуына байланысты ең ауыр және өте ірі қазба болып саналады. Кейбір жағдайларда қосалқы қызметтерден тұратын ұқсатпалау құрылғысын орналастыруға арналған қазбалардың көлемі шанақтық жиынтықтың бар болған көлемінің жартысынан көбін құрайды. Конструктив жағынан қарағанда ұқсатпалау құрылғысының кен үңгірі 3 типке бөлінуі мүмкін. Бірінші, жабық типті ұқсатпалау кен үңгірі, екінші, ашық типті ұқсатпалау кен үңгірі, үшінші, жартылай ашық типті ұқсатпалау кен үңгірі. Горизонтқа қатысты жеткізбелік қазбаларда және құрастыру жөндеу жолдарын орналастыру орны ұқсатпалау кен үңгірі күмбезінің ашылу дәрежесін анықтаушы болып саналады. Қазақстан кеніштерінде негізінде жабық және ашық типті кен үңгірлер жиі қолданылады. Ұқсатқыштың типіне және құрастыру жөндеу жолдарының түріне байланысты кен үңгірлерінің биіктігі 10-7 метрді құрауы мүмкін. Бұл кен үңгірлердің артықшылықтары мынада: олардың жалаңаштану аудандарының шамалылығы, оларды горизонттан кез келген тереңдікте орналастыру және қабылдау шанағын кез келген сыйымдылықпен жүргізу мүмкіндігі, сондай-ақ кен үңгірлерді құруға арналған жеткізу қазбасы арқылы қосымша кен жарды ұйымдастыру мүмкіндігі. 5-11 суретте ұқсатпалау құрылысы кен үңгірлерінің конструкциясы келтірілген. Ақ суретте жабық типті ұқсатпалау кен үңгірі. Мұнда бірінші сан бір балкалы электрлі кран, екінші айналымды аударғыш, үшінші ұқсату құрылысын қабылдау шанағы, төртінші пластикалық қоректік, бесінші колосниктік елеуіштен тұратын ағызушы, алтыншы ұқсатылған кеннің шанағы, жетінші май станциясы, сегізінші шахта ұқсатқыш, тоғызыншы көпір краны, оныншы электрлік тань. Ал бір суретінде ашық типті ұқсатпалау кен үңгірі көрсетілген. Мұндағы бірінші сан штокты аударғыш, екінші ұқсату құрылысының қабылдау шанағы, үшінші ұқсатылған кеннің шанағы, төртінші шахта ұқсатқыш, жақты ұқсатқыш, бесінші пластикалық қоректік, алтыншы көпір крандары келтірілген. Ашық типті кен үңгірлер пайдалану горизонтына максималды жуықтау келуіне сипатталынады. Ұқсатпалау кен үңгірі жоғарғы бөлігі көпірлік кранмен бірге горизонт деңгейінен жоғары, ал жеткізу қазбасы горизонт деңгейі бойында орналасу қажет. Конструктив жағынан алғанда аударғыш кен үңгірі ұқсатқыш кен үңгірі жоғарғы бөлігімен біріктірілген. Өнімділігі шамалы және орташа шахталарда негізінде жақты ұқсатқыштан тұратын ашық типті кен үңгірі қолданылады. Сондай-ақ аудармалық жағдаудан тұратын вагондар пайдаланылады. Ашық типті кен үңгірлердің артықшылықтарында мыналар жатқызуға болады: жабдықтар жеткізу және құрастыру жөндеу жұмыстарын орындау қолайлығы, өту жағдайының жақсаруы. Кемшіліктеріне мыналар жатады: жалаңаштану ауданының үлкенділігі, жұмыс істеу кезінде жұмыс зонасының шам басуы. Ұқсатқыш қондырғысының кен үңгірлерін қазу көлемі қабылданған ұқсатқыш қондырғысының типіне және санына тығыз байланысты. Мысалы, Соколовск және Южно-Сарбайск кеніштерінің Скеповая шахтасында екі жақты ұқсатқышты қолдану кезінде ұқсатпалау кен үңгірінің көлемі сәйкес 10 жарымнан және 7-8 мың метр кубқа дейін құрады.
Ұсатпалау тетігін кен үңгірлерін жүргізуді қарастырайық. Ұсатпалау кен үңгірін жүргізудің ең маңызды және жауапты кезеңі кен үңгірлерінің жоғарғы жағын және күмбез тұсын кесу саналады. Бұл жұмыс бірінші кезекпен орындалады. Сонан кейін негізгі массив, яғни кен үңгірдің ядросы қазып алынады және қабырғалардың тіреуі орнатылады. Кен үңгірлердің жоғарғы жағын өту технологиясын және схемасын таңдау жыныстардың физика-механикалық қасиеттеріне және кен үңгірлердің тез өтілуіне тығыз байланысты. Кен үңгірдің ядросы биіктігі 10 метрге дейінгі кертпештің қазып алынады және қарнақты уақытша тіреумен бекітпеленеді. Қаттылық коэффициенті 4-тен 8 шаман құраған жағдайда қазбаның кеңейту тәсілімен күмбез кесу жұмысы орындалады. Кен жарының артынан уақытша тіреу орнатылады. Тіреу ретінде металл тордан тұратын қарнақтар және бүркітпе бетон қолданылуы мүмкін. Кен үңгірінің ядросы, яғни биіктігі 5 метрге дейінгі кертпешпен қазып алынады. Бекітпелеу үшін құранды уақытша тіреу қолданылады, яғни қарнақты бүркітпе бетон тіреулер. Бекемдік коэффициенті 4-тен төмен болған жағдайда нашар жыныстарда негізінде күмбез учаскелі сүйемелдеуге арналған кендігектерді қалдыра таянышты күмбез тәсілі қолданылады. Кен үңгірлер массивін қазу кездегі мына технологияға байланысты. Бірінші, схема бойынша жоғарғы келісім өтіледі және бекітпеленеді. Одан кейін тіреудің қорғауы астында ядроның қатпарларымен қазып алу жұмысы жүзеге асырылады. Екінші схема бойынша жоғары және төменгі келісім өтіледі және бекітпеленеді. Одан кейін ылдималық бағытпен ортаңғы кендігек қатпарлай қазып алынады. 5-12 суретте ұстатқыш камерадан өтудің технологиялық схемасы келтірілген. Бірінші схемада бірінші басты оқпан, екінші жоғары кесуші, екінші схемада үшінші санмен көрсетілген өрлеме, төртінші санмен төменгі тілік көрсетілген. Жыныстарды оқпалау тіктеспелермен жүзеге асырылады. Әрбір қатпарды қазымдаудан кейін тұрақты темірбетон тіреуі орнатылады. Бекітпелеу үшін ағаш қалыптамасынан тұратын бұл 3 типті бетон төсегіштік жиынтық қолданылады. Кен үңгірдің жоғарғы бөлігіндегі жынысты жинау жұмысы сырмалық шығырдың көмегімен, ал төменгі бөлігіндегі тиеу машиналардың көмегімен жүзеге асырылады. Дәрісте ұсынылған әдебиеттер Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы оқулығы Қазақстан Республикасы Білім ғылым министрлігі ұсынған. Авторлар Қамар Айдарова. Жер асты тау-кен жұмыстарында дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі ұсынған оқулық. Авторлар Қамар Демин Әбеу. Бүгінгі 29 дәрісте 5-ші бөлім оқпанды жадастыра шанақтар кешендері жүргізу технологиясын 5-ші тақырыпшасын ұсатпалау тетігін кен үңгірлерін жүргізуді. Мұнда ұсатпалау кен үңгірлерінің типтерін, ұсатпалау тетігін кен үңгірлерін жүргізуді, кенді сақтату кен үңгірлерін жүргізудің технологиясын жетілдіруді қарастырдық. Дәріс аяқталды. Келесі 30-ші дәрісте 5-ші бөлім оқпанға жанастыра шанақтар кешендері жүргізудің технологиясын 6-ші тақырыпшасын шанақтық жиынтықтарды жүргізудің жетілдіруді негізгі бағыттарын қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.